Сәлем, сәлем. Менің ве отбасыма бүкіл әлем бойынша сәлем жолдаймын. Бұл сіздің шашыңызды қиюды қажет ететін керемет аспазыңыз. Мен жай ғана бір топ ақымақтарға шашымды қию керек екенін айттым. Жарайды. Менің шашым тым ұзын. Жарайды. Мен сендердің барлығыңды құрметтеймін. Ханымдар, жарайды. Бәрі жақсы. Мен сенің шашыңды қалай ұзын ұстай алатыныңды білмеймін. Мен оны қалай жуатыныңды, қанша шампунь керек екенін, шашыңды қалай кептіретініңді білмеймін. Жарайды. Менің шашым сәл ғана ұзын. Мен оны сүлгімен сүрткенде тітіркеніп, қажет болғаннан көп сусабын қолданамын. Түсіндің бе? Сондықтан мен барлық ханымдарға жүгінемін. Мен сізді әдемі ұзын шашыңызға қалай күтім жасағаныңыз үшін құрметтеймін. Бұл нағыз тәртіппен берілгендік. Жарайды. Сондықтан сәрсенбідегі хабарға қош келдіңіз. Бұл менің Инстаграмдағы өмірімнен кейінгі ессіз апта болды. Барлығы қалаға жиналды. Кіші мейір, барлығы қалаға жиналды. Біздің алдымызда 20-25-тің сәтті жабылғанына көз жеткізу үшін, 20-25-тің сәтті жабылғанына көз жеткізу үшін, барлығы дайын екеніне көз жеткізу үшін, 20-25-ті жабатын 5 күндік үздіксіз кездесулер күтіп тұр. 26-шы ұлы адаммен көп уақыт өткізу үшін, Дато Шри Виджай Ишваран. Ертең біз онымен бірнеше сағат өткізуге мүмкіндігіміз болады. Мен оған бұл артықшылық үшін әрқашан ризамын. Және одан да көп нәрсе болып жатыр. Бұл ақылсыз, 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 ақылсыз. Менің түскі асқада, кешкі асқада уақытым жоқ. Сіз демалып, кофе ішкен кезде бүкіл әлемде сізде бар нәрсе емес. Сіздің арзаныңыздың кофе ішуге де уақыты жоқ. Түсіндің бе? Бәрі жақсы. Ал бүгін сәрсенбідегі осы хабарламада мен сізге желіде сөйлесу үшін ең маңызды хабарды жеткізгім келеді. Жарай ма? Мен бұл бейнені бірнеше жыл бұрын түсіргенмін. Менің ойымша, бұл бейне Лорен, мен бұл бейнені сәрсенбідегі хабарламамды тыңдағаннан кейін табуға тырысамын. Бәрі жақсы. Көрдіңіз бе? Менің ойымша, желілік маркетингтің ең негізгі ережелерінің бірі ешкімді жоғалтпау. Бірақ тіркелгеннен кейін адамдарды жоғалту өте оңай. Түсіндің бе? Олар тіркелгеннен кейін біз олармен көп сөйлесеміз. Және сіз жаңадан келген болсаңыз да, сапарыңыздың ортасында болсаңыз да, өз шегіңізде патша немесе патшайым болсаңыз да, шынайы ақыңызды босатып, мені тыңдаңыз. Бәрі жақсы ма? Мен сенің бастығыңмын. Мен сенің қол астыңдамын. Мен сені жақсы көремін. Және бұл өте маңызды хабарлама Дато Шри Виджайдан, Жападан және өзімнен келеді. Жарай ма? Бәрі жақсы, өйткені олар маған дәл осылай үйретті. Бәрі жақсы. Біз желіні құрудың ең ерте кезеңінде адамдардан айырылып жатырмыз. Сіз біреуді дүйсенбіде тіркеп, сейсенбіде жоғалтуыңыз мүмкін. Олар өнімді сатып алғаннан кейін де желіден шығып кетуі мүмкін. Сіз оларды бір тренингке шақыра аласыз, солай емес пе? Және олар қызығушылықтарын жоғалтуы мүмкін. Және бұл мені әрқашан жағымсыз жағынан таңғалдырды. Мен өзімнен адамдарға не болды деп сұраймын. Сіз жаңа ғана кнетке тіркелдіңіз, қалай ажыратуға болады? Сіз қалай бас тарта аласыз? Қалай бастамауға болады? Мен оның себебін түсіндім. Біріншіден, адамдар өз бетінше бірдеңе жасаудан қорқады. Егер сен өмір жолыңа көз жүгіртсең, не істесең де, біреудің қолдауымен істегеніңді көресің. Мектептегі алғашқы күніңде сенің анаң немесе әкең сол жерге келіп, күні бойы мектепте күтті. Сенің алғашқы жұмыс күніңде, колледждегі алғашқы күніңде, сенің колледжіңде немесе мектебіңде сенің досың болған, сенің үлкенің болған, саған көмектескен, саған бағыт бағдар берген біреу болды. Бұл жаңа колледж өмірі. Сенің бірінші жұмыс күніңде, сен бірінші жұмысыңды жаңа бастаған кезде, кеңседе сенімен сөйлескен, саған саясат туралы айтқан біреу болды. Ол жігіттің пайдасы жоқ. Ол жігітпен сөйлеспе. Ол қызбен. Сен білесің, кез келген адаммен сізде әрқашан біреу болды. Ал желілік маркетингтің қауіптілігі мынада. Сіз адамдарды желіге қосып, олармен сөйлескенде, олар өз еркімен қалды деген жалған түсінікке ие болады. Бұл кәсіпкерліктің мәні. Сен мұны істеуің керек. Сен мұны істеуің керек. Сен мұны істеуің керек. Жаңа әлеуетті тұтынушылар үшін әңгімеңізді өзгертуіңіз керек. Бірінші нәрсе, оларға алаңдамаңыз деп айту. Сапарыңыздың әр кезеңінде мен сізбен біргемін. Біз қолымыздан келгеннің бәрін жасаймыз. Біз бұл тренингтен өтеміз. Біз, тек сен емес.
Сен оларды жалғыз емес екендігімен жұбатқың келеді. Өйткені бүгінде ешкімнің өз бетімен бірдеңе жасауға батылы жетпейді. Тіпті сіздің балаларыңыз есейген кезде де сіз олардан үстелден секірулерін сұрайсыз. Неге екенін сұрама, бірақ мен балаларыма үстелден секірулерін айтамын. Олар маған қарап, әке, менімен бірге секір дейді. Слайдтан бірінші рет түскенде, олар, әке, менімен бірге жүр дейді. Мұны менімен бірге жаса. Бала кезінен олар сенің қасында болғаныңды, не істеу керектігін айтпай, олармен бірге істегеніңді қалайды. Көптеген желі қолданушыларының проблемасы. Көптеген жазбалар ағартушылық сипатқа ие болады. Сіз ең ағартатын нәрсенің не екенін білесіз бе? Мынаны істе, мынаны істе, мынаны істе, мынаны істе. Енді кет. Бұл желілік маркетингте жіберетін ең үлкен қателік, өйткені бұл оларды бастығыңыздың естеліктеріне қайтарады. Бұл оларды мұғалімінің естеліктеріне қайтарады. Оларға нұсқау берген, бірақ олармен бірге жасамаған кез келген адам туралы жағымсыз естеліктерге қайтарады. Олардың кінәсінен емес, қол ұстаспай. Осылайша, желілік маркетингтің күші, мұның бәрін ешқашан жалғыз жасаудың қажеті жоқ. Бірақ қазір мен сенің жағыңдамын. Сіз мені сәрсенбідегі жазбаңызда көресіз. Не болып жатқанына қарамастан, әр сәрсенбі, жексенбі, апта сайын, әр веб-сайтта мен әрқашан сізбен біргемін. Бәрі жақсы. Мен сіздің сапарыңыздың бір бөлігімін. Мен сенің серіктесіңмін. Мен сенің қолдауыңмын. Мен сенің ағаңмын. Мен сенің жоғары басшылығыңмын. Сен түсінесің бе? Егер менің қасымда жапамен үшінші дату болмаса, мен мұны жалғыз шеше алмас едім. Бүгін олардың менің қолымды бұрынғыдай қатты ұстауының қажеті жоқ. Бірақ олар менің қолымды ұстамаса, мен бұл жерде болмас едім. Түсіндің бе? Сол сияқты. Желіге қосылудың қауіптілігі, сіз жаңадан бастаушыға қорқыныш тудырасыз. Сіз оларға енді бұл бизнесті өз бетімен құруға тура келеді деген қорқыныш ұялатасыз. Оларға ешқашан қорқыныш ұялатпаңыз. Өйткені оларда бір тамшы қорқыныш болса, олар бұл кәсіппен айналыспайды. Оларға стресс, белгісіздік, қорқыныш қажет емес. Және ешкім кез келген саяхатта жалғыз қалғысы келмейді. Ешкім кез келген саяхатта жалғыз қалғысы келмейді. Түсіндің бе? Әрине, жалғыз саяхаттайтын ақымақтар бар, бірақ олар жалғыз жүрмейді. Олар әрқашан жалғыз бола бермейді. Олар адамдармен танысады, басқа адамдармен саяхаттайды, басқа туристерге қосылады. Бәрі жақсы. Олардың 10 бейтаныс адаммен көрші елге кетіп бара жатқанына көз жүгіртіп үлгермейсің. Ешкім жалғыз қалғысы келмейді. Сондықтан желі қолданушылары тіркелгеннен кейін ертерек жұмыстан шығады. Өйткені олар өздерін жалғыз сезінеді. Олар өздерін жалғыз сезінеді. Олар сенің олардың жанында емес екеніңді, сен оларға нұсқау бергеніңді, оларды бассейнге итеріп жібергеніңді сезеді. Ал сен қолшатырмен бассейн палубасында отырып, күннен қорғайтын көзілдірікпен манго шырынын ішіп жігітке, кет деп айтасың. Сондықтан, егер сіз шынымен де бағыныштыларыңыздың орнында қалуын қаласаңыз, ұйымыңыздың адамдар кетпей-ақ дамуын шынымен қаласаңыз, онда біз сөзін қолданыңыз. Біз презентацияны бірге жасаймыз. Мен әр қадам сайын сенің жаныңда боламын. Және уәдеңді орындамай ештеңе айтпа. Уәдеңді орында. Халқыңды уәдеңді орындауға үйрет. Сенің бүкіл ұйымың сол адамға қолдау көрсететін. Оның жанында болатын, қолын ұстайтын ұйым екеніне көз жеткіз. Әсіресе сапардың басында ол нәтижесін көрмей тұрып. Біреу нәтижені көрмей тұрып, өзіне деген сенімділік пайда болғанға дейін, өзіне деген сенімі қалыптасқанға дейін, дәл сол кезде ол сізге ең қажет болады. Ол $2000 тапқанда, $5000 тапқанда, шынымды айтсам, сен оған керек емессің. Бірақ дәл осы сәтте сіз шынымен барып, оларға көмектескіңіз келеді. Дәл осы сәтте сіз олардың қолынан ұстағыңыз келеді. Өйткені адамдар сізді олардың табысқа жетуіне көмектестім деп ойлағанын қалайсыз? Сіз оның табысқа жетуіне
көмектестіңіз, сіздің эгоңыз сізді басқарады. Онда сен сонда барасың. Мен саған өз қолыммен, жүрегіммен жаратқан көшбасшымды таныстырғым келеді. Оған бар күш-жігерімді жұмсаймын. Бұл бұқа қант. Біреу $5,000 тапса, ол тәуелсіз болады. Оған сен емес, мен керекпін. Түсіндің бе? Оларға Арун керек. Тым болмаса Сати керек. Жоғары деңгейдегі көшбасшылық, қақтығысқа дейін бет келу, жанжалды шешу, өсу стратегиясы, жаңа нарықтарды ашу, оқу модульдерін қалай жақсартуға болады. Біз мұны еш қиындықсыз жасаймыз. Бірақ бәрінен бұрын олар сізге саяхатының басында қажет. Дәл сол кезде сіз бағыныштыларыңызды ешқашан жалғыз қалдырмайсыз. Міне, балалар, сендер не істейсіңдер? Оларды тіркеп, өз жүйең деп атайтын бассейнге тастаңдар, және олар жүзіп кетеді деп үміттенесіңдер. Сіз балаңызға бұлай жасамас едіңіз. Балаңыздың бірінші жүзу сабағында сіз балаңызбен бірге суда боласыз. Сіз оған бәрі жақсы екенін көрсеткіңіз келеді. Мен сенімен біргемін, мен судамын, мен дымқылмын. Бірге жүзейік, бірге жүгірейік, бірге тұрғызайық, бірге тамақтанайық. Сондықтан, сіз жаңа жазылушыңызбен сөйлескенде, оның тәуелсіз болуы міндетті емес. Сізге кәсіпкерлік өз алдына бір нәрсе деп ойлайтын жігіттің қажеті жоқ. Сіз бұл жігітті сендіруіңіз керек. Бұл қызды олардың саяхатының бастапқы кезеңінде, осы сапардың әрбір кезеңінде сіз әрқашан олардың жанында екеніңізге сендіруіңіз керек. Ал бүгінде заманауи технологияның арқасында жаңа тұтынушыңыз болса, онымен күнде кешке сөйлесуіңіз керек. Онымен кофе ішу керек. Жаттығуларыңызды қаншалықты жақсы өткізетініңізге мән бермеңіз. Жүйеңізге, футболкаңызға және логотипіңізге назар аудармаңыз. Жаңа жазылушылардың қолын ұстауға назар аударыңыз. Әр қадам сайын қолыңызды ұстаңыз. Бұл олардың алғашқы тұсаукесері және сіз міндетті түрде сонда боласыз. Сіз екінші презентацияда да сонда боласыз. Сіз алғашқы 10 презентацияға қатысуыңыз керек. Тіпті 15 презентацияда сіз олардың аяқталуына көмектесу үшін 25% сөйлеуге көмектесу үшін қатысуыңыз керек. Сен 75% сөйлейсің. 5 презентация. Олар 50-ге, ал сен 50-ге айналасың. Түсіндің бе? Мен саған айттым ғой. Адам алғаш рет тіркелгенде сен осылай ұстауың керек. Оның бизнесі өркендей бастағанда, ол $2,000, $3,000, $4,000 алады. Білесіз бе? $6,000, $10,000 алады. Сен оның саусағын ұстайсың. Ақымақтар, сен бәріне қол қоясың. Мен ақымақтарды сүйіспеншілікпен айтамын. Сіз бәріне қол қоясыз, және олар автоматты түрде батыл желі қолданушылары болады деп үміттенесіз. Жоқ. Команда құрудың алтын ережесін түсінуіңізді өтінемін. Әрқашан өзіңізді олардың орнына қойыңыз. Өзіңізді олардың орнына қойыңыз. Бұл қарым-қатынастың алтын ережесі. Көшбасшыларды тәрбиелеудің алтын ережесі. Ұйым құрудың алтын ережесі. Өзіңді басқа адамның орнына қой. Сен түсінесің бе? Олар соншалықты қорқынышты, соншалықты белгісіз, соншалықты ауыр, соншалықты ауқымды нәрсені бастайды. Кәсіпкерлікпен айналысыңыз. Желі құрушы болыңыз, жаһандық бизнес құрыңыз. Сіз бар күшіңізді салуыңыз керек, арманыңызды табуыңыз керек, тізіміңізді жасауыңыз керек. Білесіз бе, міндеттеме алуыңыз керек, өзіңізді таныстыруды үйренуіңіз керек. Бұл қорқынышты. Бұл балаңызды 5-3 жасында алып, университетке жібергенмен бірдей. Олар аман қала ма? Жоқ, олар мұны істемейді. Сондықтан, сіз біздің балаларымызға қарап отырсыз. Олар алдымен ойын мектебіне, содан кейін балабақшаға, содан кейін бастауыш мектепке барады. Және баяу, өте баяу орта мектепке ауысады. Ал егер сіз балаңызға балабақшада жүргенде қарасаңыз, сіз онымен бір мектепте оқисыз. Сіз оны жібересіз, алып кетесіз. Ол қайтып келіп, сізбен бірге үй тапсырмасын орындайды. Жас кезіңде, балаң кішкентай кезіңде үй тапсырмасын өзің орындайсың. Сен менің ұлыммен үй тапсырмасын орындап жатқаныңды суреттейсің. Сен ABC жазасың. Мен мұны онымен бірге жасадым. Ол, әке, сен де солай істейсің, деді. Иә, мен солай істеймін. Сен солай істейсің. Қазір, мен солай істеймін. Сен солай істейсің. Мен де солай істеймін. Сен де солай істейсің, мен де солай істеймін, сен де солай істейсің. Егер сіз ересектерді желілік бизнеске қатыстырсаңыз, оларды бірден университетке жібересіз деп ойлайсыз. Олар аман қалмайды. Олар ересек адамдар, бірақ оларда қорқыныш бар. Олар ересек адамдар, бірақ олар ешқашан кәсіпкер болған емес. Олар ересек адамдар, бірақ олар желілік маркетинг туралы ештеңе білмейді. Олар ересек адамдар, бірақ олар өмірінде ешқашан презентация жасаған
жасаған емес. Олар ересек адамдар, олар өмірінде ешқашан ештеңе сатпаған. Сондықтан, сіз олармен сөйлескен кезде, тым ерте тәуелсіз төменгі ағымдарды құруға тырыспаңыз. Төменгі ағымдар әрқашан олардың жоғары деңгейлеріне байланысты болады. Түсіндің бе? Сондықтан желі жұмыс істейді. Өйткені өсу сызығы бар. Біреуге қол қойғанда, бұл 3 жасар балалы болғанмен бірдей. Олармен бірге болыңыз. Олардың жағында болыңыз. Оларға қамқорлық жасаңыз, қорғаңыз, бағдар беріңіз. Оларға құндылықтар жүйесін сіңіріңіз. Өзіңізді қалай көрсету керектігін үйретіңіз. Оларға сыйлық жасаңыз. Оларды бассейнге итермеңіз және олардың жүзуін сұраңыз. Сондықтан, бұл жақсы ұқсастық. Сіз барлық ізбасарларыңызды алып, оларды бассейнге тастайсыз. Сонда сіз манго шырынын өзіңіз күтесіз. Түсіндің бе? Ал кімнің жүзіп, кімнің суға бататынын бақылайсың. Ал көпшілігі суға батады. Олардың кейбіреулері жүзеді. Бұл қатені жасамаңыз. Егер сіз оларға жүзуді үйреткіңіз келсе, олармен бірге бассейнге барыңыз. Жүзудің алғашқы 10 сабағында сен олардың қасында жүзіп, қол ұстасып жүресің. Олардың тез батып кетуіне жол берме. Балалар, сендер менімен біргесіңдер ме? Сондықтан адамдарды тіркеудің мақсаты. Сен мұны істеп жатырсың. Сен мұны істеп жатырсың. Сен мұны істеп жатырсың. Сен мұны істеп жатырсың. Терминологияңды өзгерт деп айту емес. Біз мұны бірге жасаймыз. Мен сенімен бірге боламын. Мен саған әр қадамда жол көрсетемін. Презентация, мен сенімен бірге барамын. Уайымдама, дұрыс па? Сен олардың тәуелсіз болуына уақыт бөлесің. Егер бағыныштыларың тым тез тәуелсіз болса, олар жаман бағыныштылар болады. Сен оларға жол көрсетіп, олармен бірге болуың керек. Және олардың жалғыз қалуына жол бермеуің керек. Олардың кәсіпкерліктен қорқуына жол бермеңіз. Бұл бизнесті жек көруіне жол бермеңіз. Бірақ, егер сіз олармен технология, Zoom, WhatsApp, топтық чат, бейне, жеке кездесулер, кофе арқылы әр қадамда бірге болсаңыз, оларды үйіңізге шақырсаңыз, олардың үйіне келіңіз, әсіресе басында. Өйткені олардың отбасы бұл бизнеске қарсы болуы мүмкін. Оларды қолда. Түсіндің бе? Бұл сенің міндетің. Бұл сіздің аға басшы ретіндегі міндетіңіз. Басынан бастап, және олар өздігінен жүзуге дайын болғанша, олармен бірге болыңыз. Олар өз бетімен жүзуге дайын болғанда, сіз әрқашан көрініп тұрғаныңызға көз жеткізіңіз. Сондықтан олар жүзіп бара жатқанда, олар жоғары қарап, сені сонда көреді. Бірақ алдымен олармен бірге бассейнде бол. Оларға әр соққыны үйрет, қолдарынан ұста. Олардың сенің жақын екеніңді білетініне көз жеткіз. Олар бір-біріне қол тигізгенде, олар сені сезіне алады. Сен түсінесің бе? Бұл қатені жасама. Өмір жолыңыздың бастапқы кезеңінде сіз оларға өте жақын болуыңыз керек. Сіз өте жақын болуыңыз керек. Сіз бұл сапардың әр қадамына қатысуыңыз керек. Және олар дайын болғанда, және табысқа жеткенде, шынымды айтсам, олар сізге қажет емес. Біз осындамыз. Біз оларды өмірінің келесі тарауында бағыттайтын боламыз. Бірақ олардың желілік маркетинг туралы бірінші тарауы, желілік маркетинг туралы алғашқы 5 тарауы, бәрі жақсы. Сіз әр қадамда олардың жанында болуыңыз керек. Сен менімен біргесің бе?